Баршаңызға сәлем. Әр қазақтың басты байлығы баға жетпес қазынасы тіл екені даусыз. Ана тілі әр ұлттың өз жан дүниесі мен мәдениетінен жиған рухани кіндік тамыры десек те болады. Тіл демекші біздің мектепте қазақ тілі апталы болып жатыр. Ендеше бірге тамашалайық. Қазақ тілі апталығына байланысты мектеп оқушыларына сұрақ қоятын боламыз. Және де сұраққа дұрыс жауап берген оқушыларға кішігірім сыйлығымыз бар. Кеттік. Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіздік алды? 1991. Ең алғаш мектеп ашқан кім? Ыбырай Алтынсарин. Абай Құнанбайұлының азан шақырылып қойған шын есімі? Ибрахим. Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар? 12. Дұрыс. Қазақ тілінде неше септік бар? 7. Дұрыс. Қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі кім? Әбілхан Қастеев. Абай атамыздың неше қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Дұрыс. Сәлеметсіз ба, мақалды жалғастырыңыз. Өнер алды. Өнер алды қызыл тіл. Тіл тас жарады. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Дұрыс. Рахмет. Айтыс дегеніміз не? Қазақ халқында ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Ойламай айтады екен. Қазақстанның ең алғашқы астанасы. Орынбор. Дұрыс, рахмет. Абай жолын кім жазды? Абай жолы романы ба? Мұхтар Әуезов. Кімді таныдыңыз және бұл тұлға жайлы не білесіз? Бұл суреттегі Ыбырай Алтынсарин. Бұл қазақ қайраткері, ақын, жазушы, шәкірттерге өз шәкірттеріне мектеп ашқан. Қазақтың бес арысы. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынұлы, Алтын Жұмабаев. Рахмет. Күй атасы кім? Құрманғазы. Қазақ әліппесінде неше әріп бар? Қазақ әліппесінде ма? 42. Рахмет. Қазақтың үш бәйтерегін ата. Бейімбет Мали, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров. Дұрыс. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз көженің құрамында неше зат бар? 7. Дұрыс. Мәртебелі ел, мәртебелі тілде отырып бүгін ана тіліміздің асқақтауына үлес қосудамыз. Оқушыларды ой өрісін кеңейтуге және де оқушылардың тілдің қоғам өмірінде түсіндіруге және оның сырын ұғына білуге тәрбиелеу.